Бүгінгі тыңдайтын ертегілерің Аяз би ертегісі. Ертеде бір Маданқан деген хан болыпты. Ол ханның 40 уәзірі бар екен. Бір күні хан уәзірлерімен жиналып отырып, уәзірлеріне мынандай тапсырма беріпті. Сендер 40-да асып туған ақылды данышпан едіңдер. Мен сендерді бір жұмысқа жұмсаймын. Сендер маған дүниедегі адамның жаманын, шөптің жаманын, құстың жаманын тауып келіңдер. Мен оған бір ай уақыт берем дейді. Егер бір айдың ішінде тауып келмесеңдер, мен сендерді жазалайым дейді. Хан бұйырған соң уәзірлері өзара ақылдасады да іздеуге кетеді. Олар көп іздеп, азап шегіп жүріп, шеңгел деген шөпті тауып алады. Шеңгелге қарап, өзі тікен, арасынан жүрсең киім жыртады, мал жемейді, шөптің жаманы осы ғой деп шеңгелді алады. Қырғауыл деген құсты тауып алып, үстінде жүні жоқ, ұсқыны келіссіз, құстың жаманы осы ғой деп қырғауылды атып алады. Енді олар адамның жаманын таба алмай, жол жүріп келе жатса, таудың етегінде үстінде жыртық тоны бар, басында тері тымағы бар бір адам 5-6 қойды бағып жүр екен. Уәзірлер адамның жаманы осы болар деп ойлайды. Сол кезде әлгі адам: "О, мырзалар, жол болсын, неге жүрсіңдер, қайдан жүрсіңдер?" деп сұрайды. Сол кезде уәзірлер ханның тапсырмасын айтып, құстың жаманын, шөптің жаманын тауып, енді адамның жаманын таба алмай жүргендерін айтады. Сол кезде жаман айтады: "Адамның жаманы керек болса, менмін. Ал сендер енді адамның жаманын дұрыс таптыңдар, бірақ шөптің жаманы мен құстың жаманын дұрыс таба алмаған екенсіңдер. Шөптің жаманы қара қоға, құстың жаманы сауысқан" дейді. Сөйтіп уәзірлерге қырғауыл мен шеңгелді тастатады да, оның орнына қара қоға мен сауысқанды алдыртады. Уәзірлер сұрайын деп еді, жаман "мен оны ханның алдында айтамын" дейді да, ары қарай сөйлемейді. Содан соң уәзірлер ханға келген адамға қарайды да, сендердің хан жаңағы адамға қарап, сендердің адамдарың жарайды, қазір аспазшыға барып көже мен нан берсін деп айтыңдар. Ертең ортаға алып тамаша етеміз деп жаманды ас үйге жібереді. Бірақ дейді хан, сендер құстың жаманы мен шөптің жаманын таба алмаған екенсіңдер. Құстың жаманы қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел еді. Осыны көре тұра, сендер біле тұра, бұларды неге әкелдіңдер деп хан уәзірлерге қатуланады. Сонда уәзірлер: "Тақсыр, айтқаныңыз дұрыс. Біз де шөп жаманы шеңгел, құс жаманы қырғауыл деп алып едік, бірақ жолшыбай жаңағы жаман, шөптің жаманы қара қоға, құстың жаманы сауысқан деп бізге оларды тастатып, осы қара қоға мен сауысқанды алдырды" деп жауап береді. Хан ойланып қалады да: жаманның не білгені бар екен? Шөптің жаманы қара қоға, құстың жаманы сауысқан екенін қайдан біледі? Алып келіңдер, кәне сұралық дейді. Содан ханға алып келеді. Хан жаманның бетіне қарап: "Мен құстың жаманы қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел деп ойлаушы едім. Сен уәзірлерге тастатыпсың ғой. Сен шөптің жаманы қара қоға, құстың жаманы сауысқан екенін қайдан білдің?" дейді. Сонда жаман былай дейді: "Тақсыр хан, 50 жасқа келіп жаман болған жоқпын. Жасымнан ақ жаман едім. Менің өмірім отын су тасумен, кісінің есігінде құлшылықпен өтті. Осы уақытқа дейін шеңгелді әкеп отқа жақсам, жаққан отым ертеңге дейір сексеуілдің отындай жайнап тұрады. Сол уақытта киім жыртып мал жемейтін шеңгел отын болып пайдаға асады екен ғой деп ойладым" дейді. "Ал қара қоғаны алып отқа жақсам, жанбайды. Үрлесем, оның жалынымен шоғы бірге сөніп қалады. Күлі бұрқырап үйдің ішін алып кетеді. Отқа жанбағаннан соң малға апарып берсем, мал мұрнын шиырып
оны жемейді. Содан соң Қарақоға тіпті пайдаға аспайтын шөп қой деп ойлаушы едім. Қарақоғаның жамандығын содан білдім дейді. Ал енді қан, сауысқанның жаманын қайдан білдің дейді. Сол кезде жаман айтады: қырғауылдың қанаты бар да, жүні жоқ болса да, ол адамның пайдасына жарайды. Біреудің сиықсыз болуы оның жаратылысынан. Қырғауылдың айыбы тек сиықсыздығы, ал сауысқанның жүні ала болғаны сияқты өзі де ала, бірлігі жоқ. Екеуі бірігіп ұшпаған, екеуі бірігіп қонбаған, адамның пайдасына аспайтын құс. Сондықтан да құс жаманы сауысқан дейді. Сауысқан мен Қарақоғаның жамандығын білдің, ал енді өзіңнің жамандығыңды қайдан білдің дейді. Сонда ол айтады: уа тақсыр, менің жасым 50-ге келді. Мен сияқтылардың әйелдері бар, баласы бар, олар келін жұмсап, қызық көріп отыр. Ал менің болсам, әлі күнге дейін әркімнің артына мінгесіп, басқа бір үйдің құлшылығында жүрмін. Мен жаман болмай, кім жаман дейді. Жаман қанға қарап тұрады. Қан басын шайқап: апырай, осы жаман болса жарар еді деп ойлайды. Содан ол айтады: сен құстың, шөптің, өзіңнің жамандығыңды дәлел айттың ғой. Енді менің бір тұлпарым бар. Сен сол тұлпарды сынап бересің бе дейді. Сонда жаман: жарайды, мен сіздің тұлпарыңызды сынап берейін дейді. Содан жаман тұлпардың алды-артына қарайды да: мен сіздің тұлпарыңыздың сипатынан мін таба алмадым. Енді мініп көрсем болар ма екен дейді. Содан қан рұқсат береді. Ол тұлпарға мініп өзеннен ары-бері өтеді да, ол келген соң айтады: мен сіздің тұлпарыңыздан мін таба алмадым, бірақ тұлпарыңыз сиырға шатыс екен дейді. Сонда қан: япырмай, сен бұны қайдан білдің? Айтқаның рас. Менің бір құдам бар еді. Соның тұлпар табатын бір биесін қалап алдырғанмын дейді. Бие құлынды туған кезінде құлыны қалды да өзі қалды. Өзі өлді. Бие өліп қалғаннан соң оның жаңағы құлынын ішін жарып алған едік. Соның соны мен сиырдың сүтімен асыраған едім. Соның сиырға шатыс екенін сен қайдан біліп қойдың дейді. Сонда жаман айтады: тұлпарыңыз судан әрі-бері өткенде аузын суға малып, артқы аяғын сілкіп өтті. Сиыр күніне 40 суарсаң да, судан айдағанда аузын суға малмай, артқы аяғын сілікпей өтпейді. Тұлпардың сиырға шатыс екенін мен содан білдім дейді. Жұрт таң қалып бір-біріне қарасады. Қан біраз ойланып тұрады да: енді сен менің гауһар тасымды сынап бер дейді. Ол тастың Сүлейменнің жүзігіндей, Мұсаның асасындай, Дәуіттің қоржынындай қасиеті бар. Сол тасымның қандай қасиеті бар екенін тап дейді. Сонда жаман тасталады да байқап отырып былай дейді: иә, сіздің тасыңыз шынымен де қасиетті екен, бірақ 2 жылдан соң қасиеті бітеді. Тастың ішінде 2 ақ қарабас құрт бар. Тасыңыздың пышақ сырты қалыңдығындай ғана сыртын сондай қалыпты дейді. Содан соң енді сол құрт 2 жылдан кейін соны тесіп шығады дейді. Ол тесіп шықса тасыңыз пайдаға аспайды дейді. Жұрт не дерін білмей қалады. Содан кейін біреулер айтады: бәрібір 2 жылдан соң пайдаға аспаса тасты жарайық дейді. Ал біреулер айтады: жаманның сөзіне бола біз тастан айырылмайық дейді. Содан бір кезде тасты жарады. Тасты жарып қараса, ішінде 2 ақ қарабас құрт кеулеп тесуге жақындап қалыпты. Сонда қан: әй, сен құстың ішінде құрт бар екен, тастың ішінде құрт бар екен қайдан білдің дейді. Сол кезде жаман айтады: тастың қасиетінде салмағы да болу керек. Тас жеңілдеген екен, құрты барын мен содан білдім деп жауап береді. Апырай, сен жаман болмадың ғой. Қайта сен бір данышпан болып жүрме. Ал енді сен мені сынашы. Мен неше адамнан бері қан екенмін дейді. Сонда жаман қанның алды-артына шығып, қанның бетіне қарап тұрады. Тақсыр қаным, ақыл ойың ешкімнен кем емес, бірақ қандық қара басыңда. Қарадан туып қан болғансың, атаңда қандық жоқ дейді. Жаман
қан сөзін бітірмей қан сөзін болып: жоқ, қате айттың, мен 7 атамнан бері қанмын. Өзімді қойғанда 6 атамды қайда жібересің деп оған зекіреді. Жаман саспайды: жоқ, тақсыр, сіздің қара басыңыздан басқа тегіңізде қандық жоқ. Сіз нағыз наубайдың баласысыз дейді. Қан не дерін білмей халыққа қарап: апырау, мына жаман не дейді? Халқым, мен қан баласымын деп жүр едім, шақырыңдар анамды дейді. Сонда мен біреудің жаңағы қанын жүктеп Тәңір алдында қара бет болмайын. Не де болса, менің анам маған шынын айтсын. Әйтпесе ашуменмін, мен мына жаманның басын кесіп тастармын дейді. Сөйтіп оның шешесін шақырады. Шешесіне жаманның сөзін айтады. Шешесі терең күрсініп, ол сөзге кіріседі. Шырағым, жасым менің 80-ге келді. Біреудің қанын жүктеп не қылайын? Бір ешкім білмейтін сырым бар еді. Оны Тәңірдің өзі білетін еді, мен білетін едім. Мынау жаманың біліпті, енді айтайын дейді. Сенің атаң Зәрліхан еді. Менен бұрын 19 әйел алып, кілең қыз тапқан үшін бәрінің ішін жарып өлтірген екен. Соның үшін де оны Зәрліхан деп халық ат қойыпты. 20-шы әйел етіп мені алды. Мен де 2 қабат болдым дейді. Жалғыз жанымнан қорқып, тәуіттерге қаратып еді, сенің ішіңдегі қыз деді. Қыз тапса мені де өлтіретін болды ғой деп қан жұтып жүрдім, қайғы жұтып жүрдім дейді. Содан бір күні наубайдың әйелінің 2 қабат екенін білдім дейді. Оның тамырын ұстатып көріп едім, оның ішінде ұл бар екен. Содан мен жалғыз жанымды аман сақтап қалу үшін бір ойға келдім. Оның әйелін оңаша шақырып алдым да, барлық мұңымды айтып, қазынадан табақтап алтын беріп, ақыреттік дос болайық. Ұл тапсаң ұлыңды маған бер, менің қызымды ал, бірақ бұл сырды ешкім білмесін деп жалындым дейді. Әйел табақтан алтын алып, бір жағынан мен айып, сол жерде уәдесін берді дейді. Туар кезімізде Зәрліхан аңда еді. Екеуміздің толғағымыз бір күнде келіп, 1 сағатта босанып, сырды ешкім білмесін деп басқа біреуді жолатпай, бір-біріміздің баламыздың кіндігін екеуміз кесіп, сол жерде оң қолыммен алған шырағым сен едің. Сол қолыммен қызымды сол анаға берген едім. Соны мына жаманың біліпті. Сыр ашылуға Тәңірі жазса, менің не шарам бар деп шешесі сөзін аяқтап жылап жібереді. Сонда қан: мен қанға лайық емес екенмін. Енді осы оқиғаны сіз біліп қойған, сіз лайықты екенсіз деп қан тағынан түсіп, тақты жаманға береді.